Бүгін бірінші тарихта Харекет қайырымдылық қорының отбасының тағдырын кинотеатрда көрсетеміз. Мына Абай бол деген киноға шақырды ғой бүгін. Олар білмейді, ол кісілерге қазір өздерінің үйлерінің кілтін табыстаймыз. Жылап отырсыздар ғой, бір нәрсе болды ма десеңіз. Кино көріп болсаңыздар, көңілден шығып жатса, бір қысқа нұсқа өздеріңізге бір киноны ұсынғымыз келіп отыр. Кішкене күніңіз болса паркке барамыз. Иә? Мама жүріп кетті. Осы көктемнің алғашқы мерекелері, көрісу мерекелері, амал мерекелері және осы қайырымдылық күндері президентіміз бекіткендей, осы наурыздың дәл ортасы қайырымдылық күндері. Кішкентай болса да, жас та болса, Аянат, ортаға келші. Қалайсың, қызым? Жақсы. Бүгін сіздердің қолдауларыңызбен осы Аянаттың кішкене ғана арманын орындасақ дейміз. Бұл үлкен адами арманы дәрігер болу, ал енді бала арманы өзімнің бір бөлмем болса деген еді. Сондықтан біз саған бөлме беруге ұялдық та, үлкен үй бергіміз келді. Аянат, сенің бүгін өз баспанаң бар. Ол жерде сен анаң, әжең, інің, бәрің бірге тұрасыңдар. Рахмет, Абай. Баспана құтты болсын, қадірменді ағайын. Ал, құрметті қазақ елі, Абай бол киносының аясында Харекет қайырымдылық қорының 1639 баспанасы табысталды. Қоныс құтты болсын! Үй қалай екен? Батут па? Қандай керемет, ә? Бала өз үйінде емін еркін секіре алатын, қуана алатын. Осы сәт қой негізі ең керегі. Ал, құтты болсын. Ой, рахмет. Қазақ елі аман болсын. Барлықтарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Мақтанса бүгін мақтансын қазақ, төбесі көкке жетпей тұр қазақ дейді ғой. Дүние тыныш болсын. Бәрінің де дүние тыныш болсын. Азаматтар аман болсын. Мынау бізде Аянат пен Ербұланның бөлмесі. О, ас бөлме, асханаң. Қалаған тәттіңді, пирогыңды, тортыңды жасай аласың. Мынау сыртқы есіктен, мынау ішкі есіктен келді. Домофон, мынау сыртқы есіктен. Ой, рахмет. Үйден кілт көп болып тұр ғой. Харекет халықтың қоры.